Саламатсыз ба? Саламатсыздар, қалай? Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Теңіз жолы. Бүгінгі күн жұмада жауындатып, нұрлатып келіп қалдық сізге. Өзі Алланың нұры жауып тұр ғой. Рахмет. Қош келдіңіздер. Рахмет. Құрметті оқырмандар, бұл жерге мен просто так келген жоқпын. Расында оқу орталығының өзінің үлкен плюсы бар, иә? Оқу орталықтарының шынын айтқанда духовность қой, иә, бұл жерде айтыңызшы. Шынында ішкі рухани жағдай, ниет қой бұл жерде. Бұл жерде ең бастысы ниет. Баладан бірдеңе шығару. Әр балаға қазақтың пайдамызды тигізу. Енді, конечно, әрине, әр жұмыстың, әр істің өзінің құны болады. Соответственно, сол үшін ата-аналар ақша төлейді. Бірақ енді біздің басты мәселе ақша емес көздегеніміз. Әр баладан айтып мүмкіндігінше бір нәтиже шығару. Ниетіміз сол, баладан оқыту. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, кім екеніңізді? Есім Алмат болады. Алматы облысы Іле ауданы, осы Чапай ауылында тұрамын. Осы Чапай ауылында 10-шы мектепті 2007 жылы бітірген, осы ауылдың азаматымын. Енді қазіргі таңда Санабайкен топтық дамыту орталығының жетекшісімін. Осы оқу орталықты қалай аштық? Бірде әйелім, келіншегім Инстаграм көріп отырып, Әйгерім Қалдыбекқызының оқу әдістемесінің көріп қалады. Содан кейін маған ұсыныс жасайды. Қарашы, мынау қара, егер де мен балаларды осылай оқытып, нәтиже шығарып жатса күшті ғой деп маған көрсетеді. Содан кейін мен қараймын да, қарасам ол кісі вебинар өткіземін, қатысыңыздар деп жатыр екен. Содан кейін неге қатысып көрмеске? Шынымен солай көмектесе алсақ қоғамға, неге бұндай істі бастамасқа, неге орталық ашпасқа деген ой келді да. Сол кісінің вебинарына қатысып, ол кісімен кездесіп, сөйтіп соңында методикасын сатып алдым. Оқыдым бірінші, әрине оқыдым, одан кейін методикасын жүзеге асыру бізге ой келді. Енді мына жерде күшті бір патриотизм сөздер айтылып жатыр да, енді балаларға құндылық беру, отбасылық құндылық, патриотизм деген нәрсені айтып жатыр. Өзімнің ауылыма еңбегімді сіңіру. Егер де сіздің құндылығыңыз жоғары болатын болса, әрине ісіңіз сауапты. Жақсы, кәнекей бізге көрсетіңіз, қандай кабинеттеріңіз бар, не бересіздер, не үшін біз сізге баламызды оқытуға беруіміз керек деген сұраққа жауап іздеп көрейік, бісмилля. Жарайды, жақсы, жүріңіздер. Мынау біздің негізгі мақсат істеп жатқан методика бойынша оқыту, яғни 5-15 жас аралығындағы балалардың жалпы жан-жақты білім деңгейін көтеру. Ол жерде кіреді баланың ауызша сөйлеуін дамыту, қазақ тілі әдебиетіндегі әдеби сөздерді тұрмыстық тілде қолдануды үйрету, ойын толыққанды жеткізу. Әр баланың бойында потенциал, лидерлік качество болады. Сол нәрсені көтеру, көпшіліктің ортасында қысылмай сөйлеуді үйрету. Біз балаларға әрдайым айтамыз, сен алдында маңызды бір адам тұрғаны, 10 адам тұрғаны маңызды емес. Маңыздысы сен ішкі ойыңды жүйелі түрде жеткізіп бергенің маңызды. Яғни аудиторияң сені түсіну керек. Сол нәрсені үйрету, баланы сөйлету. Әрине, қазіргі балалар көбінесе әріптен оқып жатады, екі әріптің басын қоса алмайды. Сол екі әріптің басын қосып оқып, жылдам оқуды үйрету, логикасын дамыту. Логикасы дамыған бала, ол есепті жылдам шығарады, мәтінді түсініп оқиды. Логикасы дамыған бала, былай бір сөзбен айтқанда, миы жылдам әрі дұрыс жұмыс жасайды. Сол бағытта жұмыс жасаймыз. Арифметика, математика, қазақ тілінде қазақи құндылықты баланың бойына сіңіру, біздің дәстүрлеріміз, ата бабамыздың жүрген жолын үйрету, тарихымызға шолып өту, біз қазақ қалай пайда болдық, жалпы қазақ деген кім деген сияқты сұрақтарға балаға толыққанды жауап алып кетуіне мүмкіндік тудыру. Өте қызық подача. Мен шынымды айтсам, қанша оқу орталықтарына барам, білесіздер, құрметті оқырмандар, менің де 5 балам бар. Мен оқу орталық деген нәрсеге өте скептически, өте критично қарайтын әйелдің бірімін. Шынымен ана болғаннан кейін, енді балаңа хочется, как будто сенде ғана сондай крутой бала бар сияқты өзі елестейді ғой әрбір анаға. Мен мына жерді түсінбей тұрмын да. Мына жердегі математика мектеп кабинеті сияқты, и сандар, и причем тут карта, причем тут мына жерде Абрай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, такое ощущение, как будто бүткіл пәнді бір кабинетке тығыстаған сияқты. Біз солай үйретеміз. Мысалы, біз аптасына 5 күн оқимыз ғой. Дүйсенбі мен сейсенбі, понедельник, вторник күні бала гуманитарлы бағытта оқиды. Яғни оқу, жазуында түзейміз, каллиграфия, диктант, грамматикамен жұмыс жасаймыз. Сөйлеу, ауызша сөйлеу, словарный запас, соның бәрі дүйсенбі мен понедельник, вторникқа кіреді. Среда, четверг, мысалы, математика, логика, арифметика,
жалпы баланың жан жақты дамуы, иә. Ал әр жұма күні біз баланы жан жақты дамытумен жұмыс жасаймыз. То есть баланың қабілеті это слуховая память, есте сақтау қабілеті, фотографическая память, көру жады, одан кейін балалардың жан жақты дамуын, иә, көру аумағын дамыту, мысалы, ол техниканы меңгеру керек, көру аумағы дамымаса, бала жылдам ешқашан оқи алмайды, алдындағы әріптерді ғана көреді деген сияқты. Сол жұма күні бізде былай айтқанда еркін сабақ, баланы жан жақты дамыту. Сол үшін де бәрін топтастырып отырмыз. И системасы біздің былай бір топта 5 қана бала оқытады, и 1,5 сағат уақыт арнаймыз соған. То есть балада қандай проблема болып жатыр? Бір бала оқи алады, екіншісі математика қиналады, екіншісі наоборот керісінше деген сияқты. То есть әр балаға жеке индивидуальный подход жасау. Қара көрсетеміз, үйретеміз. И бізде 3 қағиданы ұстанамыз. Біріншісі қателесуден қорықпа. Соны үйретеміз балаға, өйткені қателесуден қорықпау керек. Біз қателікпен жұмыс жасай алуымыз керек. Екіншісі мотивация. Кішкентай жетістік, үлкен мотивация. Ол өтеді балаға. Үшіншісі ешқашан балаларды ешкіммен салыстырма. Оның ата-аналармен де түсіндірмен жұмыстар өтеміз. Балаңызды ешкіммен ешқашан салыстырмаңыз. Тамаша. Бала өз бетінше өссін. Ол жеке тұлға ретінде түсіну керек. Ол адам болып өсіп келе жатқан, ол бала түсіну керек. Ол өзіне ғана жауап береді. Ол басқаның білімі жақсы, жаман деген нәрсені бала өзіне қабылдамау керек ол нәрсе. Керемет. Мен шынымды айтсам, дәл осындай жауап аламын деп қазір ойлаған жоқпын. Миымда кәдімгідей взрыв, ішімде сондай бір елжіреу состояниясы болып тұр. Қандай жағдай болмасын, баланың интересіне, иә? То есть бұл жерде ата-ананың да, педагогтың да интересі қудаланбайды, қараңыздаршы. Яғни баланың, бала деген кім ол? Бала деген ол нейтральное, да, ол сіз келісетін шығарсыз менімен, что чужих детей не бывает, иә? Чужих. Менің балам сіздің балаңыз, сіздің балаңыз менің балам деген нәрсеге мен ойлаймын, сіз келісесіз. Раз уж осындай құндылығыңыз бар болатын болса, шынымды айтсам, я в шоке. Прям очень круто, шын, прям бұндай нәрсені мен байқамадым. Қанша жерде жүр. Тамаша. На кабинеттің атмосферасының өзі бүткіл құндылығын бірақ беріп тұрған сияқты. Енді маған түсінік келді, тамаша. Сөйтіп 3 ай методиканы толыққанда оқып үйрендім. Шынымды айтсам, мен университетте 4 жыл оқығанда мен олай оқымаған едім. Прям ана жерде 3 ай таң демей, кеш демей, түн демей көз майымды ағызып оқыдым. Өйткені маған бұл шынымен керек болды. Қоғамға керек болды, маған емес. Сөйтіп методиканы оқығаннан кейін енді оны практиковать ету керек болды. Өйткені менің мамандығым педагог емес. Мен педагогика саласында мүлдем жұмыс жасамағам. Сөйтіп 3 ай практиковать еттім. Өз балаларымнан және туысқандардың балаларынан практиковать етіп көрдім. Шынымен нәтиже шығардық. Шынымен шығардық. Содан кейін енді адам істеген адам істейді. Ол педагогтар да мысалы адам ғой, кезінде оқыды, тоқыды, сөйтіп сол салаға келді деген сияқты. Мен де мысалы 4 жыл оқымасам да 3 жыл, 3 ай жатпай тұрмай оқығандықтан менде де педагогика саласын кішкене біраз түсініп қалдым. Сөйттім да 3 ай практиковать етіп, балалардан нәтиже шығарғаннан кейін оқу орталығын ашамыз, нақты ашамыз деп шештік. Сөйтіп осы қаяқтан ашамыз дедік. Бізде мынандай ой болды, енді население көп, қаладан ашайық деген. Бірақ мен ойластырдым да, неге қаладан? Сонда давай ауылдан ашайық, өзіміздің ауылымыздан. Өйткені енді андай жоқ қой, қаланың балалары бөлек болу керек, ауылдың балалары бөлек болу керек деген статус болмауымыз керек. Сонда біздің ауылымыздың балалары оқымау керек, қалған балалар оқу керек па деген сияқты ой туындады да. Жоқ, мен бір бала оқытсам да, 5 бала оқытсам да, хочу, чтобы осы ауылда ашқан орталықта. Өйткені енді ауылдың балаларын шынымен білімдей көтергім келеді. Өйткені біздің ауылда ондай қосымша орталықтар жоқ. Жақын ауылдарда да ондай орталықтар жоқ. Сол үшін бір шетінен патриоттық сезім, эмоцияны шығару керек, сондай нәрселерді істеу керек. Менде де балалармен оқытқан кезде осындай нәрселермен жұмыс істейміз. Стресстесін, қандай проблема отыр? Үйде мынандай балалар болады, мысалы, отбасы толыққанды емес. Толыққанды отбасы болмағаннан кейін оларда үйде түрлі жағдайлар болады. Мен әр баламен жеке отырғанда айтты. Неше түрлі балалар келеді алдыма.
мысалы біреудің отбасы толыққанды емес, біреудің әкесі жоқ, біреудің шешесі жоқ, үйінде түрлі психологиялық қиналып жүрген бала, балаға бір жетіспейді жылу, сезім, сондай балалар келеді. Сондай балаларға қарап сөйлесейін. Енді содан кейін мен балаларды бөліп жармаймын да, бәрін өзім баламды көріп, өйткені балам деген мен үшін өте ыстық. Тоқтатты да, иә. Тағы қандай кабинеттеріңіз бар, жүрейік? Жүріңіздер. Біз осы методика бойынша 3 кабинетте балаларды қабылдаймыз. Екінші кабинетіміз мына жақ. Кешіріңіздер. Бұл жақта бізде әр күні обучение өтіп отырамыз. Күнделікті өзіміз дамып отырамыз. Біздің орта мектептен айырмашылығымыз, бізде мысалы оларда бір салып берген жол, орысша айтқанда узкий коридор дейді. Жоқ, бізде ондай емес, бізде әр кезде дамып отырып, қай жағымен балаға көмектесе аламыз, қандай плюстар бар, зерттеп отырамыз, қай жерде қандай нелер шығып жатыр. То есть психологиясымен жұмыс жасауға қалай біз көмектесе аламыз деген сияқты, баланың білімін қалай көтеруге болады. Жалпы жан-жақты әр кезде бізде осылай обучение өтіп отырамыз. Иә. Педагогтарыңыздың жас маман екенін прям көріп тұрмын да. Жас мамандарды балаларға салу қаншалықты жауапкершілікті жұмыс? Енді қазіргі балалардың психологиясы да кішкене басқаша, өзгеше. Олармен осы кісілер сияқты, біз сияқты жастар жұмыс істей алады. Ал мен үлкен мұғалім апайларды, мен оларды топырақ шашып тұрған жоқпын, бірақ оларда система қатып қалған, сол советтік методикамен оқытады. Тамаша. Яғни сіз қандай да бір баланы рамкаға тығуға қарсысыз. Иә, рамкадан тыс болу керек, баланың фантазиясы мықты болу керек, бала жан-жақты ойлау керек, бала даму керек қой, былай айтқанда. Ал ол үшін маған осы энергиясы толып тұрған жастармен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Тамаша. Сіздерге бір сұрақ. Алдыңызда президенттің баласы отырса, және жай адамның баласы отырса, сіздерде қандай отношение болады балаға? Екеуінде де бірдей отношение, екеуі де бала. Екеуі де бала. Мен үшін екеуі де бала. Оның әкесі кім? Өйткені менен білім алуға келді, әкесі емес, баласы келді. Мен балаға, екі балаға да бірдей қараймын. Президенттің баласы болсын, ал президенттің баласы. Керемет. Мен үнемі бала дегеннің, вот қазір мен ойлаймын, каждый ата-ана өзінің баласына, как будто ол жалғыз сол ғана сондай бала туа алатын сияқты, да, единственным экземпляре, солай қараймыз ғой енді, как будто бір соның баласы ерекше сияқты, иә. Ал сіздерге осындай стресстің ішінде жүріп, балаға айқайлап жібермеу, иә, болады ғой, әртүрлі жағдай болады. Бала раздраженный болып келуі мүмкін да сабаққа. Қалай сіз өздеріңізді баланста ұстайсыздар? Бұл жұмыста біз барлық өзіміздің мәселемізді сыртта қалдыру керекпіз. Баламен тек қана білім арқылы еркелетіп, кітаппен болсын, бір жолын табуға, өзімді сабырлы ұстауға, өйткені мен ол жұмысым, менің мамандығым, баламен тіл табысу. Сол арқылы. Тамаша. Өзіңіз көріп отырғандай, яғни сіздің жас мамандарыңыз, мен енді жас айтасыз ғой, көпке топырақ шашпаймын, я все понимаю. Но стрессоустойчивый мұғалім болу маңызды ма деп қалдым. Ja, то есть неге? Стрессоустойчивый мұғалімге сіз қандай жағдай жасағансыз? Сіздің мамандарыңыздың бәрі жас. Бұлардың үйінде жас мамандар болғаннан кейін жас күйеуге шығады, үйінде ұрыс болады, соғыс болады деген сияқты. Сондай нервпен келіп, балаға бүткіл эмоциясын шығарып тастауға қандай да бір гарантия бар ма? Біз ондай жағдайда сырттан психологтармен жұмыс жасаймыз, иә. Келіп, чтобы мұғалімде сондай стрессовый состояние тұрса, ол нәрсені шығарып тастау керек. Ол шығарып тастау үшін бір маман болмаса болмайды. Сондықтан біз ондай мамандарды сырттан алдырып жұмыс істеп отырамыз психологтармен де. Тамаша, яғни сіз сондай состояниеда мұғалім келіп тұрса, сіз мұғалімді сабаққа кіргізбейсіз бе сонда? Сабаққа кіргізбейміз, пока эмоциясын қалпына келтіріп, стрессін жойып, нейтральный дейді ғой, былай айтқанда. Сондай немен кіру керек та мектепке, сабаққа. Керемет. Сізде қалай оқырман? Менде взрыв мозга, честно. Даже қаншалықты кішкентай кәсіпкер ғой, былайша қарап тұрсаңыздар, иә? Бұл бизнесмен емес, үлкен оборот бар мектеп емес. Кішкентай ғана мынандай бөлмелерден класс жасап, балаларды ағартусымен айналысып отырған Қазақстан мемлекетінің кішкентай ғана азаматы үлкен жұмыс жасап отыр.
Мне кажется, да, вот осындай ақша үшін негізі көбіміз ақшаға нетіп кеткенбіз ғой, мысалға ақша үшін көп жағдайда жалғыз сен бе едің деген сияқты бір сондай бір болады ғой, пофигительский сондай бір отношение. А сіздің педагогпен ортаңыздағы коммуникацияңыз, яғни мұғалімменен сіздің ортаңыздағы байланыстың дәл осындай прозрачный болуы шынымды айтсам мені таңғалдырып тұр. Сіз бұл системаны қаяқтан бір жақтан оқып келдіңіз бе, үйреніп келдіңіз бе? Бұл системаны мен оқыдым. Бұл негізі біз оқып жатқан ресейлік методика. Білесіз, ресейлік мамандар бізден әлдеқайда озып кеткен. Питерский маман, питерлік Лидия Васильева деген. Сол кісіден қазір Айгерім Қалбекқызы деген кісі оқып, филология мамандығы бар. Сол кісі оқып келіп, бүкіл 32 кітапты құрастырып, қазақтың балаларын білім деңгейіне көтеруге кіріседі. Мен сол кісіні оқып, қарап, сол кісінің методикасын оқып алдық. Сол бойынша жұмыс жасаймыз, плюс өзіміздің қазақи құндылықтарды қосып отырамыз әр кезде. Тамаша. Қатып қалған дүние жоқ дейсіз ғой. Қатып қалған дүние жоқ, жолын көрсетіп берді, бірақ ол жолмен жүру керек та, дамып отыруымыз керек, қосып плюстарды ғана қосып отырамыз. Керемет. Тағы қандай кабинеттері бар? Бұл кішкентай мектептің кабинеті бітер емес. Мына жақта мен тағы бір 2 кабинет көріп қалдым. Сол жаққа барып барайық. Басында айтпайды ешқандай проблемасын, үйіндегі мәселесін, мен баладан деңгейіне түсіп, бала мен бала болып нәрсені шығарып аламын. Сөйлес, бұл жалған өмірде ешкім мәңгі емес. Кейбір стресте жүрген бала, үлкен балалар да келеді. Кейбірінің әкесі де кеткен, кейбірінің шешесі де кеткен балалар да болады. Кейбірінің мүлдем әке-шешесі жоқ балалар да болады. Оларға моральный кішкене поддержка керек, психологиялық поддержка керек. Сол нәрсені беруге тырысамыз. Әр баламен сөйлесуге жеке. Содан кейін бізде сондай ой кетті. Қаланың баласының статусы жоғары болып, ауылдың баласының статусы төмен болу керек па? Неге бөліп жармаймыз? Давай орталығымызды ауылдан ашайық. Бір бала болса да, 2 бала болса да оқытайық деп. Мен бұға дейін, мысалы мен заводта, кәдімгі үлкен должностьта жұмыс жасап отырған жұмысымды тастап, осы салаға кеттім. Өйткені енді өзімнің балаларым мықты керемет оқиды деп айта алмаймын. Сол балаларыма бірінші өзіме көмектескім келді, туған-туысқандарының балаларына көмектесіп, одан кейін неге сол нәрсені қоғамға пайданы тигізбеске, неге мына аудитория үлкейтіп қоғамға көмектеспеске деген ой келді. Сол мақсатта ашып отырмыз орталығымызда. Чапай ауылы, Іле ауданы, жанында Междуреченск, Қарауай және Комсомол 4 ауылда 6 мектеп бар. Сол 6 мектептен қазіргі таңда оқушыларымыз келеді. Біз бастаған кезімізде бірақ қана қазір 5 кабинет болып тұр ғой. Бастаған кезде бізде бірақ қана кабинет болды, алдымызда 9 ғана бала болды. 9 баламен тәуекел деп бастадық. Әйтеуір істеп келе жатырмыз. 1,5 жыл тынбай істедік. Қазіргі таңда орталықтың істеп тұрғанына Құдайға шүкір 1,5 жыл болды. Қазіргі таңда 100-ден аса оқушымыз бар. 120-дай оқушымыз бар қазіргі таңда. Енді Аллаға шүкір, ол бірінші Алла Тағаланың берген бір сыйы. Одан кейін ойлаймын осы ниетіміз деп. Өйткені ниет балаларды оқыту, балалардан бір нәтиже шығару, біз жұмыс жасаймыз баланың болашағы үшін. Енді бір қоғамға, біздің Қазақстанның бір кішкентай бір ауылында болса да, қоғамға бір пайдамызды тигізу. Неше түрлі бала келеді алдымызға. Может, болашақ заңгер отырған шығар, может, болашақ футболист отырған шығар, атақ шығар, может, болашақ президент отырған шығар, депутат отырған шығар, біз білмейміз ғой. Сондықтан бізде бәріне бірдей тең қараймыз, бәрін бірдей өсіреміз, бәріне бірдей үйретеміз методиканы. Методиканың мақсаты баланың білімін жан-жақты көтеру, оқу жылдамдығын көтеру. Өйткені қазіргі таңда көп балалар 2 әріптің басын қосып оқи алмайды. Оқыған нәрсесін түсінбейді. Егер де оқыған нәрсесін бала түсінбей жатса, демек ол толыққанды білім алып жатқан жоқ деген сөз. Ол түсінбейді. Не пайда ол оқығаннан? Сондай нәрселерді жою, баланың оқу жылдамдығын арттыру, ауызша сөйлеуін дамыту. Қазіргі таңда информационный ақпараттық заман, телефон, медиа заман болып кетті. Ата-аналар мен балалар сөйлеспейді. Мәміле жоқ отбасыда. Ол отбасында сөйлеспегендіктен, әрине ол жерде сөздік құр байымайды балада. Өйткені сөйлеспейді, телефонға жатпаған мынандай балалар келеді, әке-шешесі таза қазақ,
бірақ баласы орысша сөйлеп тұр, қазақша кішкене шатып сөйлейді. Неге? Ол телефонмен өскен бала. Телефонмен өскен бала ойын жеткізе алмайды, сөйлей алмайды, сөздік қоры төмен. Вот сондай нәрселермен біз жұмыс жасаймыз. Қазақ тілін байыту, дамыту, баланың бойына сол нәрсені сіңдіру, қазақилықты сіңдіру, қазақи құндылықты сіңдіру. Біздің мына ата бабаларымыздың жүрген жолын үйрету, түсіндіру. Біз қазақ деген кімбіз, қалай пайда болдық, қашаннан пайда болдық, біздің мақсатымыз қандай болуымыз керек, өмірлік қағидамыз қандай, әр адамның жолға қойған мақсаты, арманы бәрі қазақ деңгейде болса екен деген нәрсені түсіндіреміз. Былай айтқанда балаға қазақилықты бойына сіңдіре отырып білім деңгейін көтереміз, иә. Біз бірақ баланы айтпен жан-жақты дамыту ғой. Есте сақтау қабілетін көтеру қазір өте төмен ол нәрсе. Өйткені телефон деген нәрсе баланың есте сақтау қабілетін түсіреді. Ақпараттық заман 10 минут бұрын қандай видео көрдім айтшы десем айта алмайды. Екінші фото память, зрительный память көтеру. Өйткені апайлар бағана есте сақтау қабілетін түсіндіреді ғой мектеп барысында, сабақ барысында. Ол түсіндірген нәрсе тақтада көрсетеді. Соң фотографический память балада мықты болу керек. Қабылдауын көтереміз. Бір сәтте екі нәрсені қабылдау. То есть балалар сызып отырады, или бояп отырады, или көшіріп жазып отырады. Сол кезде біз ертегі мәтін тақырыптар оқимыз. То есть бала істеп отырған нәрсесі толыққанды істеу керек. И айтып отқан нәрсені қабылдап, сонда айтып беру керек, не қандай тақырып болып отыр деген сияқты. Жалпы баланы былай айтқанда, бір сөзбен айтқанда, лидер, басшы болып шығуға үйрету, көпшіліктің алдында сөйлеуді үйрету, ойын толыққанды жеткізуді үйрету. Маңыздысы, мен всегда балаларға айтамын, маңыздысы сенің ойыңды көпшіліктің алдына жеткізе алу. Алдында бір адам отырам, 10 адам отырам, 100 адам отырам, оған көңіл аударма. Ең бастысы сен четко былай айтқанда өзіңнің ойыңды жеткізе алу, тыңдата алу, өзіңе ығыңа жаққыза алу. Сол кезде сен басқарасың, басшысы боласың. Бір адам, 10 адам, 100 адамды еркін түрде сен басқаратын боласың, сен айтқанын тыңдайтын боласың. Егер де сол нәрсені бойыңа қалыптастыра алсаң, біз соған көмектесеміз деп, біз әр балаға сол нәрсені үйретуге тырысамыз. Бұл кабинет не кабинет? Мынау бізде ағылшын тілі кабинет. Ауылдың балалары болса да ағылшын тілін үйренсін. Тамаша, тамаша. О, как уютно тут вообще. Круто. Еще гусеница такая красивая очень. Ризамын сізге. Прям даже шторы ағылшын, Англия деп тұр ғой, даже шторы. Надо это заметить. Біз бұл ағылшынның да бір ерекшелігі балаларды спикинг, то есть сөйлету, еркін сөйлету. Яғни балаларды еркін сөйлеуге үйрету. Бізде аптасына бір рет ағылшын шетелдік маман, мистер Киллиан келіп, балалармен спикинг сөйлеседі. Біздің мақсат балалар болашақ енді ағылшын ешқашан өлмейді ғой. Мен айтам оларға ертең күні шетелге шығып жатсаңдар, алдыларынан осындай шетелдік маман шығып жатса, осылай еркін сөйлеуді үйреніңдер. Қазірден бастап соны қалыптастырыңдар деген нәрсе мақсатта біз қаладан сол маманды бір күндікке шақырамыз. Тамаша. Ол балалармен сөйлеседі. То есть ағылшын тілінің носителі бар адамменен аптасына бір рет. Блин, это же экзотика. То есть балалар да, наверное, қызығып, сол адамды күтіп оқитын шығар, иә? Иә, күтеді. Тамаша. А результаты есть какие-то? Результат бар. Бар ма? Ағылшыннан бар, иә. Тамаша. Ал бір группада қанша бала оқиды ағылшын именно? Бізде бір группада ең көп дегенде 10 бала ғана оқиды. Иә. 10 7 бала, балаға 8 бала, 6 бала. Бір мұғалім жетеді. Максимум 10 бала. Бірақ енді әркез 10 бала отыра береді деген сөз емес. 5 бала, 6 бала отыра береді. Солай. Түсінікті. Тамаша, өте интересно. Do you speak English? I'm not English. Мен вообще ағылшынша түсінбеймін. Шынымды айтсам, маған тортик келді, и на тортикте what's the... В общем, мен вообще ағылшынша түсінбеймін. Негізгі ағылшынның болы менің детствомнан келген екен. Білесіздер ме, Алмат мырзамен сөйлесе отырып, мен өзімнің травмамды тауып алдым. Оказывается, мен кішкентай кезімде ағылшын тілін оқып отырған кезде мамам маған басынан ұрып қалған ғой, тупойсың деп. Содан бастап мен ағылшынды жек көріп кеткем. Яғни бала ешқашанда ата-анасын жек көрмейді ғой. Ол ағылшынды жек көріп қалады. Ассоциация сонымен болды ғой. Сондықтан да мен әлі күнге дейін қандай бигининг ба, сондайда әлі жүрмін шынын айтқанда, алфавиттен басқа дым білмеймін. Ну, соответственно, мамамды жақсы көремін, бірақ ағылшынды жек көремін десем де болады. Сондықтан Алмат мырзаның ең үлкен, бұл орталықтың ең үлкен құндылықтарының бірі не только баламен, сонымен қатар ата-анамен де оқу практикалық жұмыстар жүргізу екен.
Ал біздің экскурсиямыз жалғасып жатыр. Алмат мырзаның кабинеті бітер емес. Келесі кабинет бізде қандай? Тоже методиканың 3-ші кабинеті. Бағана баланың құндылығы, үйрету мақсатында бұл 3-ші кабинет. Бұл жерде не оқытасыздар? Бұл жерде сол 5-15 жас аралығында балалардың жалпы білім деңгейін көтеру қазақ тілінде. Қазақи құндылық бағана жоғарыда айтып өткендер. Сонда 5-15 деген қалай? 15 жастағы балада, 5 жасар балада қатар отыра бере ме? Жоқ, бізде система былай, бір топта 5 бала болады. 5 баламен 1,5 сағат уақыт айналысамыз. Ол жерде баланың білім деңгейіне қаратай отырамыз. 5-6 жастағы балаларды мектепке дайындаймыз. Аллаға шүкір, биыл бір 40 шақты баланы мектепке дайындадық. Енді риза, шыны керек. Алла куә ғой, ризашылығын ата-аналардың. Одан кейін 6 жастан жоғары балаларды уже білім деңгейіне қаратай отырғызып оқытамыз. Бізде анау бірінші сынып отырады деген сөз жоқ. 2-ші сыныптың деңгейі 1-ші сынып болуы мүмкін. 3-ші сыныптың деңгейі 2-ші сынып болуы мүмкін. Сөйтіп араластырып отырамыз балаларды. И сөйтіп оқытамыз. 5 баланы ғана. Просто бомба. Қараңыздаршы, яғни балаға мүлдем шектеу жоқ деген сөз ғой бұл деген. Яғни сенің жасың кіші болса да, сенің еш жерің кем емес. Егер де сенің ақыл дәрежең жетіп тұрса, сен 10 жасар баламен де, то есть можешь типа тягаться, да, то есть білім жағдайында. То есть білім білекте емес деген сөзге тағы бір дәлел, керемет. Әр қазақтың баласын өзімнің баласындай көремін, шыны керек. Сөйтіп, содан кейін здание табу керек болды. Здание таптық. Осы жер мынау жүрмей тұрған ғимарат болатын. Бастапқыда бір кабинетпен бастап, сөйтіп ол қазіргі таңда Санабайкент оқу орталығы деген, былай айтқанда ауылымызда дәрежеміз Аллаға шүкір жақсы. Сөйтіп Санабайкент деген оқу орталығын бастапқыда осылай атадық Санабайкент деп, қазіргі таңда да Санабайкент болып отыр. Енді Аллаға шүкір, біз бір орталықпен шектеліп қалайық деп отырған жоқпыз. Біз орталығымызды кеңейтіп, үлкейтіп, тағы да орталықтар ашсақ дегенбіз. Өйткені Чапай 4 ауыл ғана мысалы білім алып жатыр. Басқа ауылдарға да білімді береміз. Енді бастапқыда біз методиканы өз ақшамызға оқып сатып алдық. Одан кейін ғимаратты таптық та өз ақшамызға жалдадық. Жалпы осы күнге шейін өзіміздің қаражатымызбен, күшімізбен істетіп келе жатырмыз. Енді осы істі бастауға примерно 2 миллиондай кетті. Одан кейін әр түскен ақшаны әр кезде мектептің дамуына салып отырамыз. Определенный сумманы белгілеп қойғанбыз, соны әр кезде салып отырамыз. Өйткені біздің мектебіміз дамып отырса екен деп. Бірақ дегенмен де кішкене қаржымыз жетіңкіремейді, ол мойындау керек. Біз заманауи жабдықтарымыз келеді. Ауылдың балалары болса да, заманауи жабдықтармен заманауи мектепте білім алса деген мақсатымыз бар. Бірақ енді оған үлкен қаражат керек. Оған біздің қаражатымыз қазіргі таңда кішкене жетіңкіремей тұр. Парталар, жеке парта орындығымен қойсақ, тақталарды интерактивный жасасақ, проекторлар қойсақ, әр партаны бөлек орындығымен индивидуально отырса балалар, содан кейін енді заманауи жабдықтасақ деген ниетіміз бар орталықты. Сол мақсатта кішкене қаражат жетіңкіремей тұр, шыны керек. Ол үшін бүкіл кабинеттерін жабдықтау үшін кішкене үлкен қаражат керек болып тұр. Сол үшін де біз осындай инвестор болса, болмаса, мемлекеттік гранттар болса деп қатысып көріп жатқанбыз ғой. Каким-то образом бір жақтан бір финанс кішкене поддержка болса деп. Ондай жоқ болған жағдайда енді барымызбен осылай істей береміз. Басты мақсат ниет балаларды оқыту. Қаражат ол второстепенный екінші орынға қоямыз. Бірінші орынға баланың білім деңгейін көтеру ниетіміз сол нәрсені қоямыз. Айбара ханыммен инстаграмда көріп отырған кезде бұл кісінің сөйлеген сөзі прям өтіп кетті. Уверенно сөйледі, четко и қоғамға қатысты нәрселермен, қоғамға керек пайдалы контенттермен бөліскеннен кейін тыңдадым, қарадым, потом жазайын бұл кісіге. Содан кейін жазып едім, бұл кісінің атынан енді көмекшілер хабарласты. Енді идеялар маған ұнады. Гранттарды қарапайым біз сияқты кәсіпкерлерге тарту сол мақсатта. Значит, бұл кісіге қоғамға пайдасын тигізіп жүр ғой. Біз сияқты қоғамға пайдасын тигізіп жүр ғой. Тогда неге бұл кісімен хабарласпасқа, неге мүмкіндік болып тұрса,
бізде хотя 5 миллион грант болса, иә, біз орталығымызды хотя бы кішкене жабдықтап алар едік, біраз нәрсені өзгертіп алар. Инвесторлар тарталсақ, біз кішкене дамитын едік деген сияқты. Бірақ оған, мен ол саланың маманы емеспін ғой. Значит, әр саланың өз маманына бар дейді ол. Сондықтан осы кісіге хабарласып жазған болатын. Бірақ маған нақты, енді көп қой, грант тартам, бүйтем, сөйтем деген инстаграмда толып жүр адамдар. Бірақ бұл кісінің сөйлеген кезде сөзі, нақтылығы, ойын жеткізе алуы и шынайылық. Сол өтіп кетті, содан кейін хабарластым. Бұл кісі мен сөйлескен кезде сөз арасында айтып қалды. Мүмкін болып жатса, орталықтарыңызға барып қайта өйткені мен видео обзор түсірдім. Осындай орталығымыз бар еді. Жағдайымды айтып жатырмын ғой. Осындай орталығымыз бар еді. Бізге кішкене финанс болса. Содан кейін бұл кісі сөз арасында мүмкіндік туып жатса, бір күн арнап барамын деді. Содан кейін мен қуанып кеттім да. Соны бүгін келіп отыр. Бүгін сол айтқан сөзінде тұрып келіп отыр бұл кісі. Солай таныстым. Бұрын соңды көрмеген. Бүгін мысалы бірінші рет көріп өткен мен үшін де үлкен мәртебе бұл кісімен танысып. Бір бөлмеде тұрғанның өзінде. Камера сабақ барысы ақырын ғана кіреміз де, балаларға мешать етпей ақырын ғана шығады. Мынау логопед дефектолог кабинетіміз, бұл жерде индивидуально бір балалармен ғана жұмыс жасап отырады. Жүріңіздер. Бұл логопед дефектолог маманы Аида апай. Яғни бұл жерде логопед дефектолог ашу ойы. Былтыр бізге бір ата-ана келді. Баласын оқытқысы келеді, бірақ сөйлей алмайды баласы. Содан кейін ол кісі шырылдап логопед дефектолог таппады. Греске барды, үйтті, сонымен қалаға тасыды. Содан кейін біз ойладық, неге ауылымызда ашпасқа? Тамаша. Доступный, да? Иә, өйткені ауылдың баласы, қаланың баласы деген бөлмеу керек қой, сонда ауылдың балалары оқымау керек, қаланың балалары оқу керек дейді. Қазір ғана біз эмоцияның несінде болдық, сондай жанашырлық, иә? То есть қаланың баласы умный, ауылдың баласы тупой ма не сонда? Нет, да? То есть прям специально ауылдан ашқанда мына мектепке срочно көмек керек. Почему? Потому что біз балаларымыздың дамуы. Бала деген кім? Біздің Қазақстанның болашақ ұрпағы, иә? Давайте ана жақта бізде кішкентай оқырманымыз бар екен. Бір сұрақ қойсақ, бола ма? Сіз рұқсат бересіз бе педагог ретінде, мұғалім, иә? Бір сұрақ қоямын. Саған бұл мектепте оқу оңай ма? Ұрыспай ма апайлар? Керемет. Қандай сөздер білесің? Айта қойшы. Ух ты! Круто! Еще раз. Тағы қандай білесің? Молодец. Қандай әріптерді айтудан қиналасың? Сол қиналатын әріпіңді айта қойшы. Апай саған қандай әріптер үйретеді? Ух ты! Круто! Рахмет, жаны сау. Есімің кім? Алинур. Алинур. Еще раз. Айта ғой? Ой, молодец. И бізде нейрогимнастикалық жаттығулар жасатады. Яғни мышечный памятьпен жұмыс жасайды. Керемет. Моторикалар, қол моторикасы. Яғни баланың, жалпы адамның миының дамуы мына саусақтардың ұшымен тікелей байланысты. Неғұрлым екі саусақ ептік қозғалатын болса, соғұрлым екі жақ ми дамиды. Оң жақ ми қыртысы шығармашылық, шексіз қиялға жауап береді. Фантазия дейді, білімді рамка деп болса, рамкадан тыс ойлай алады. Ал сол жақ ми қыртысы нақтылыққа жауап береді. Нақты сөздер, нақты есеп, ойын нақты жеткізу, нақтылыққа жауап береді. Прикиньте, біз екі миын екі жақта дамытатын болсақ, сол кезде взрыв мозга, сдвиг болады миында. Сол кезде балаға үйрету керек. Біз баланы оқытпас бұрын бір ай сондай қабілеттерін дамытамыз да, қабылдауын, кейбір балалар түсінбейді, сондай заттарын дамытып аламыз бір ай. Одан кейін барып білім береміз. Оған былай дейді ғой, балтаны ұра бергенше барып қайрап, одан кейін шап дейді ғой, сол сияқты ғой. Студенттеріне қарайды да, айтады, бұл өміріндегі ең маңызды болатын адамгершілік деп жазады. Адамгершілік деген білесіз қандай қасиет екен. Өмірінде болу керек ең маңызды қасиет деп түсіндіреді. Сосын бірдің жанына 0 санын сызады да, 0 сан. Бұл 0 санын сызады да, бұл сенің мысалы уже адамның бойында жақсы қасиет деп жаза бастайды. Мысалы жақсылық, мейірімділік қосады. Мейірімділік, қамқорлық, ақыл, білім, намыс, мынаның бәрі адамның бойында керек болу керек қасиет.
Енді біріншіге бірақ бірге адамгершілікті сызады. Профессор алады да мына бірді өшіріп тастайды адамгершілігімен бірге. И сөйтеді да мынау сан 0. То есть 0 береміз. Егер де сенің бойыңда адамгершілік болмаса. Вообще круто. Қазірден баланың бойына соны өсіп келе жатқан, қазірден уже прям девайты, да? Иә, сол нәрсе. Өйткені қазіргі балалар шынымен бір андай, қалай айтсам болады, агрессивный. Соткада неше түрлі нәрсенің ақпараттарды көріп алған, соны реальность деп ойлап бойына сіңіріп алған, қазақи емес былай айтқанда. Бәрін топырақ шашпаймын, бірақ в основном сондай болып келе бара жатыр да. Вот сондай балаларға осындай нәрселерді түсіндіру керек. Адамгершілік не, жақсылық не, қарапайымдылық деген не деген сияқты нәрселер. Жаңағы Алинұрдың ағасысың ба? Иә. Тамаша. Алинұр екеуің күнде келесіңдер ме осы жаққа? Иә. Мына жердегі мұғалімдер саған сен кірме, сен бізде оқымайсың, сен кірме далада күтіп тұр деп айта ма саған? Жоқ. Айтпай ма? Осы жерде отыра бересің ба? Иә. Ағаны танисың ба? Иә. Кім ол? Осы орталықтың директоры. Да, директор екенін білесің ба? Аға сендерге қалай жақсы қарай ма? Иә. Алинұрға жақсы қарай ма? Иә. Рахмет. То есть баланың шынайылығы сразу, бұл кадр вообще не запланированный, біз бұл баланың келетінін білген жоқ. Просто отырған жерінен, мысалға мен Алмат мырзаның қасына отырғызып қойып, баланың ощущениесін білгім келді. Балада полное спокойствие, яғни бұл мектептің расымен де баланың психологиясына жайлы екенінің дәлелдегім келеді. Өте сондай жақсы мектеп, шынымды айтсам, осы мектепте қалғым келіп тұр, қайтадан бөбе сияқты оқығым келіп тұр десең. Рахмет. Рахмет Жансол. Қазақтың болашағы осындай кішкентай балалардың қолында. Әрбір педагогтың және Алмат мырзаның мектебіндегі бірінші құндылық алдыңда сенің болашақ президент отырған шығар. Бәлки сенің алдында болашақ премьер-министр отырған шығар. Біз білмейміз ғой. Ешкімнің алдына шығып келген жоқ. Бала ортақ деген сөз, шынымды айтсам, менің жүрегіме қонды. Бұл мектепке тек қана сәттіліктер тілейміз. Бисмилля. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні болады, Мен негізі бұл жерде ешкімді мақтағым да, даттағым да келіп тұрған жоқ. Дәл бұл жерде мен нәтиже көріп тұрмын. Дәл бұл жерде мен әрекет көріп тұрмын. Осы заманның батырлары білім үшін, қоғамды ағарту үшін, бала үшін деп жан салып жүгіріп жүрген Алмат мырзаның орталығы. Шынымды айтсам, жүрегімде үлкен толқыныс. 5 баланың анасы ретіндегі менің кері байланысым бұл орталық өмір сүру керек. Бұл орталықтың условиясы жақсы болу керек. Мемлекет дәл осындай кішкентай кәсіпкерлерге бал арасы сияқты таңнан кешке дейін ызылдап жұмыс жасап жүрген және елім үшін деп өзінің бір қоғамға үлесін қосып жүрген дәл осындай кәсіпкерлерге мемлекет поддержка берсе екен деген мықты менің сұранарым бар. Инвесторларды кішкентай ғана біздің ағаларымыз бар. Сол ағаларымыздың арқасында осындай орталықтардың өмірі ұзақ болатынына мен сенімдімін. Шынын айтқанда, халқым, сіз не көріп тұрсыз? Сіздің әрекетіңіз бар ма? Дәл қазір өзіңіздің ішіңізде қандай сұрақ туды? Міндетті түрде дәл осы видеоның астына өз пікіріңізді қалдырыңыз. Бізге әрбір пікір өте маңызды.